Ауыл балаларының сауатын ашу жолында аянбай еңбек етіп жүрген жандар аз емес. Солардың бірі Алматы облысы Қарасай ауданы Абай ауылындағы нөмір 2 орта мектептің ұстазы Нұргүл Құрманбайқызы. Кейіпкеріміз туралы ақпаратқа кезек берейік, сюжеттен тамашалайық. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Иә, ұстаз ұлы тұлға. Бүгінгі кейіпкеріміз өз білімін қазақ тілінің дамуына сарп етіп, сол жолда шәкірт тәрбиелеп, аянбай еңбек етіп келеді. Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болғандықтан, осы мектепте 5 және 11 сынып аралығында шәкірттерге білім беремін. Әр сабағымда мемлекеттік әнұранмен бастауды өзім дәстүрге айналдырдым. Себебі шәкірттерімнің елжандылыққа, отансүйгіштікке, осы мемлекеттік нышандарды құрметтеуге тәрбиелеу мақсатында. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы. Осы күндері ұстаздардың біліктілігін шыңдау да күн тәртібінен түскен емес. Сондай тағылымдамалардан өткен ұстаз оқушылардың білім деңгейін мұғалім емес, баланың өзі бағалауы керек екенін тілге тиек етті. Екінші топты өте жақсы деп бағалаймын. Себебі олардың айтқандары өте керемет болды және де әрқашанда дәлел таба білді, нақты дәлелді айтты. Жаңартылған білім беру мазмұны аясында қазіргі кезде оқушылар бірін-бірі бағалайды. Бұл әділ баға болып саналады. Яғни, мынандай смайлик бұл өте жақсы деген баға беріледі. Ал енді мынау жақсы деген күлегеш смайлигіміз мына белгі және орташа немесе оқушы кідіріп қалса төмен осы баға беріледі. Ұстазымыздың әдіс тәсілдері, ойындары біздің ерекше ойымызда, есімізде қалады. Біздің ұстазымыз мақтауға тұрарлық кісі. Жалпы мектептегі өте беделді, жақсы пән мұғалімі деп айта аламын. Нұргүл Құрманбаева педагогтар отбасында дүниеге келген. Кейіннен Нұргүл ата-анасының жолын қуып ұстаздық етсе, өзінен туған қызы да білім беру саласында еңбек етуде. Мен 25 жылдан астам уақыт осы ұстаздық еңбек жолды жалғастырып келемін. Ұстаздық ету бала кезімдегі арманым болған. Осы мектепте өзімнің қызым менің жолымды жалғастырып келе жатыр. Абай атамыз айтпақшы, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға демекші, балаға білім мен тәрбие беруде мен ешқашан жалыққан емеспін. Және әлі де берерім көп.